Диаграммада дүкендегі түрлі нан санының пайыздық қатынасы көрсетілген. Қара бөлке нан саны 40 болса, ақ бөлке нанның санын табыңыз. Қара бөлке нан 40 болса дейді. Қара бөлке бізде осы көк түсімен берілген. Көк түсті осы 8%, ол бізде қара нан. Қара нан. Оның саны тең 40 бөлкеге. Ақ бөлке нан санын табыңыз. Ақ бөлке міне осындай түспен берілген. Ол міне 40%-ға тең болады. Ол бізде ақ нан болсын. Енді, егер мынау бізде 40 бөлке болса, ақ нанның санын табу керек. Қараңыз, 40%, 8%-ға қарағанда 5 есе үлкен. 5 есе көп. Сонда ол дегеніміз ақ нан саны қара нан санынан 5 есе көп болу керек. Қара нан саны 40 бөлке болса, 40 бөлке. Сонда ақ нан саны 5 есе көп болу керек. Оны 5-ке көбейтеміз. Жауабында шығады 200. 200 бөлке нан, ол бізде ақ нан. Сонда ақ нанның санын біз таптық, ол 200 бөлке. Жауаптардың ішінде 200 бөлке нан бар. Сонда дұрыс жауабымыз Д, 200 бөлке нан.